Bölümümüzді жалғастырамыз. 11-ші есепке келдік. Міне, Алатау және Самал компаниялары бір мезгілде ашылған және бірдей өнім түрлерін шығарады. Екі компания бар екен, Алатау және Самал. Сызбада осы компаниялардың соңғы жылдарда қандай көлемде өнім шығарып отырғандары бейнеленген. Міне сызба, міне бейнеленген. Біреу Алатау, екіншісі Самал. Енді айтады, Алатау компаниясы 8-ші жылда шығарған өнім санын Самал компаниясы нешінші жылы өндіре алғандығын табыңыз. Осы жерде басынан бастап қараймыз. Алатау компаниясы 8-ші жылда. Алатау компаниясының үстіндегісі 8-ші жылды қараймыз. Мынау жылдар. 8 табамыз. Міне тапты. Осыған бетіп қараймыз. Алатау компаниясы мына точка, бұл қанша өнім шығарған? Мына жерде 6.000 мен 4.000 ортасы 5.000, яғни 5.000 шығарған екен. Яғни 8-ші жылы 5.000 өнім шығарған. Айтады, 8-ші жылда шығарған өнім саны Самал компаниясы нешінші жылы өндіре алған. Енді осы 5.000-ді самнау, екінші Самал қашан тапқан табамыз? Мынандай 5.000-ға қайсы қашан жеткен? Мына точкада жеткен. Енді жылын қараймыз. Нешінші жыл? 12 мен 14-ші жылды. Яғни 12 мен 14-нің ортасы, ол бізде 13. Яғни 13-ші жылы Самал компаниясы 5.000 дана өнім шығарған. Жауабы 13 болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Екінші есебімізді шығарамыз. Ертай банкке барып депозитке 360.000 теңге ақша салды. Төмендегі диаграммада оның ақша салғаннан кейінгі алғашқы 3 айдағы ақшасының қаншалықты өскенін көрсетілген. Диаграмма қараймыз. Міне, мынаған ақшайы, мынау уақыт. 1 ай, 2 ай, 3 ай. Енді айтады, ақша салғаннан кейінгі алғашқы 3 айдағы, яғни бізге мынау баған ғана керек. Басқа мынау бағандарды біз қарастырмаймыз. Ақшасының қаншалықты өскенін көрсетілген. Ал қарайық. 360.000 бастап қол қойғаны. Міне 3 айдан кейін қараймыз. Қанша болған? 369.000 болған, оның ақшасы 6 айдан кейін қанша болатын табыңыз. Яғни бізде 3 айдан кейін 360.000 еді, өскен 369.000-ға. Бір артық жазылып кетті. Яғни 9.000 теңгеге өскен. Өскен. Бұл 3 айда. Енді 6 айда қанша өседі? Тура жаңа 3 айда 9.000 теңге өссе, 6 ай деген 3 айды тағы 3 ай. Яғни тағы да 9.000-ға өседі. Плюс. Сонда қанша? Плюс 18.000 общий. 18.000 теңгеге өседі. Бастапқы суммасына 360.000-ға 18.000 теңге қосамыз. Қанша? 360-ға 18.000 қосақ, 378.000. Міне, ешқандай қиындық жоқ. Бұндай есептерді негізінен мәтінді дұрыстап оқу керек. Мәтінді дұрыстап түсінсеңіздер, есептің кез келген түрі шығады. Міне 378.000 жауабы. Келесі 13-ші есеп. Елдос S километр жолды 5 сағатта. Ал Ержан сол S километр жолды 4 сағатта жүріп өтеді дейді. Яғни бізде S километр жол бар. Елдостың сағаты, Елдос ел деп қояқ. Қанша? 5 сағат. Дәл сол жолды Ержан 4 сағат. Ержанның уақыты Т деп белгілейміз. 4 сағат. Та жүріп өтеді. Ержан Елдосқа қарағанда неше есе жылдам жүргенін анықтаңыз. Жылдам. Яғни жылдамдық табу керек. Бірінші жылдамдық табамыз. Ең алдымен Ержанның, мен сәл кішірейтейін, Елдостың жылдамдығын табалайға. Мынау Елдостың. Жылдамдық дегеніміз S бөлінген Т, жолды уақытқа бөлінген. Яғни S сол километр жол, Елдостың уақыты 5 сағат. 5. Міне,
Елдостың жылдамдығы бізде s бөлінген 5. Енді Ержанның жылдамдығын тауып аламыз. Ол s бөлінген 4 сағат. S бөлінген 4. Мына бізде 2 жылдамдық бар. Елдостың, Ержанның. Енді қараңыздар, Ержан Елдосқа қарағанда неше есе жылдам жүргенін анықтаңыз. Ержан Елдосқа қарағанда неше есе жылдам. Яғни Ержанның жылдамдығын Елдостың жылдамдығына бөлеміз. Елдосқа қарағанда деп сұрап тұр ғой. Сол үшін s бөлінген 5 бөлінген s бөлінген 4. Ержан керісінше. Ержандікі s бөлінген 4 бөлінген s бөлінген 5. Сонда мына s тұрады, 4 астына түсіп кетеді. Мына жерде s тұрады, 5 жоғарға шығып кетеді былай. 5 s-тер қысқарып кетеді, сонда 5 бөлінген 4. 5 4-ке бөлсек 1/125. Қараймыз, 1/125. Жауап бар ма осындай? Бар. Жауабы болады жауабы. Келесі 14-ші есеп. Жарты минут 2,5 сағаттың қандай бөлігі екенін анықтап, жауаптардың арасынан сол санның 300 есе артық болатын санды табыңыз. Бұл жерде жазамыз. Жарты минут дегеніміз 0,5 минут. 2,5 сағат. 2,5 сағат қанша минут? 1 сағат 60 минут. Яғни 2,5-ді көбейтеміз 60-қа. 60 минутқа, сонда 2,5-ді 60-қа өтсек 120, ар жағында жартысы 30, 150. 150 минут. Енді сағаттың қандай бөлігі? Жарты минут 2,5 сағаттың қандай бөлігі? Бұны да табу үшін 4,5-ті 150-ге бөлеміз. 4,5 деген 5 бөлінген 10 бөлінген 150. 5 тұрады, 10 астынан түсіп кетеді, көбейтілген 150. 5-ті қысқарып жүрейік, мына жерде 5, мына жерде 3 қалады. Сонда 1 бөлінген 300. Міне, 1 бөлінген 300 бөлігі екен. Жарты минут. Енді арғай жазады. Жауаптардың арасынан сол санның 300 есе артық болатын табыңыз. Яғни, осыны көбейтеміз 300-ге. Сонда 2 қысқарады, жауабы 1. Бұндай есептер дәл не айтады, соны істесеңіздер жауап шығады. Ешқандай қиындығы жоқ. Ең басы дұрыс түсініп оқып, қорықпай есеп шығарып көру керек. Келесі 15. Дархан өлшемдері 8 см және 12 см болатын тік төртбұрыш тәрізді қағазды 1/6 квадратқа бөлді дейді. Пайда болған бір квадраттың периметрін табыңыз. Мұны қараңыз. Біреу 8, біреу 12, тік төртбұрыш. 6-ға бөлек, бұлай бөлсек 6 болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6 квадрат дегеніміз 2 қабырғасы бірдей болу керек. Мысалы, кейбір есептерде мына 9 болуы мүмкін. 6 бірдей квадрат десе, мына жеріне 1 см қалады. Себебі квадрат болмай қалады. Мына жағы 4,5, мына жағы 4 болып. Сол үшін мұқият берілгеніне қарап, әрбір сөзіне қарап назар аударсаңыздар, есептеріңіздің бәрі шығады және оңай жолмен тез шығады. Сонда былай болады, 8 см дегеніміз мына жерде 4, мына 4, 12-ні былай 4 десек болады. Сонда біреуі қандай болады? Бір қабырғасы 4, бір қабырғасы 4. Яғни квадраттың білесек, 2 қабырғасы тең болады. Сонда периметріміз қандай болады? 2 көбейтілген а қосылған б формула. 2 көбейтілген а-мыз 4, б-мыз 4. 4-ке 4 қоссақ 8, 8-ге күйсек 16. Міне, жауабымыз 16. Жерде с жауабы болады. Міне, осымен математикалық сауаттылық бітті. Ешқандай қиындығы жоқ. Ең бастысы есепті толық оқып, қайта оқып, жаңағыдай бір іліп алар сөздері, мысалы квадрат деп әтеке жазып тұр мына жерде. Тік төртбұрыш деп жазбаған, соның бәрін назар аударып шығарсаңыздар, есептің барлығы шығады. Және оңай, тез шығады. Ең бастысы ештеңеден қорықпаңыздар. Сау болыңыздар, көргендеріңізге рахмет.